Сәлеметсіздер ме? Сабақтың тақырыбы табиғаттағы су. Сабақтың мақсаты судың табиғатта кең таралғандығын, бірегей қасиеттерін және оның өмір үшін маңызын түсіндіру. Судың табиғаттағы айналымын түсіндіру. Су көптеген химиялық қосылыстардың бірі. Формуласы қарапайым. Тек қана екі химиялық элементтерден тұратын, молекуласы 3 атомды, жай ғана сутек оксиді. Су жерде ең көп таралған зат. Жер бетінің 71% суға, ал шамамен 29% құрғақ жерге тиесілі. Судың жердегі тіршілік иелері үшін және барлық тірі организм, соның ішінде адам үшін де рөлі ерекше. Ғалымдар жердегі тіршілік бірінші суда пайда болды. Содан кейін құрлықта таралды деп пайымдайды. Жер су буларымен қоршалған, біркелкі болмаса да, суға қаныққан шар тәрізді дене. Күн энергиясы әсерінен су буланып, жоғары көтеріледі. Суыну нәтижесінде конденсацияланып, ауырлық күші әсерінен жерге түседі. Жоғарыда аталған екі күш әсерінен су әрдайым үздіксіз қозғалыста болады. Атмосферадағы су алмасу шамамен әр 9 күн сайын, ал өзен су жылына 20 рет жаңарып отырады. Оқушылар, су молекуласының құрылысы қандай деген сұраққа жауап берейік. Су бұл сутек пен оттектен тұратын қосылыс. Оның формуласы H2O. Су молекуласы коваленттік полюсті байланыспен байланысқан құрылысы бұрышты молекула. Су әмбебап еріткіш. Жердегі барлық тіршілік иелері үшін өте маңызды. Себебі олар өздеріне қажетті қоректік заттарды ерітінді күйінде алады. Су табиғаттағы ең берік зат. Су бір мезгілде 3 түрлі агрегаттық күйде бола алады. Сұйық, қатты және газ түрінде. Су таза, иіссіз, дәмсіз, мөлдір сұйық зат. Ол 100 градус температурада қайнайды, ал 0 градус температурада қатады. Судың 4 градустық температурадағы тығыздығы 1 грамм миллилитр. Судың адам өміріндегі маңызы ерекше. Адам денесінің 70% судан тұрады. Тірі организм химиялық реакциялар жүретін үлкен зертхана, және олардың барлығына су қажет. Организмде су жетіспеген жағдайда барлық химиялық реакциялар баяулайды, және жасушада су 20%-ға азайғанда химиялық процестер тоқтайды. Су табиғатта үнемі айналымда болады. Су булары конденсацияланып, жаңбыр түрінде түсіп, өзендердің, көлдердің, теңіздердің пайда болуына әкеледі. Оқушылар, судың табиғаттағы айналымы туралы бейнежазбаны тамашалайық. Сіз күнделікті пайдаланатын судың жасы миллиардтаған жылдарға тең. Жердегі бар су үнемі жаңарып отырады. Ол жерде тіршілік басталғанға дейін де болған. Ол жаңбыр ретінде жауып, өзен түрінде шайылып, мұздық болып қатады. Динозаврлардан бізге дейін жануарлардан өтіп, су айналымы деп аталатын циклда үнемі жаңарып отырады. Ең үлкен табиғи су қоймалары мұхиттарда орналасқан. Күн сәулесі жер бетін жылытқанда, жылу энергиясы сұйық суды газға айналдырады. Бұл процесс булану деп аталады. Су буы атмосфераға көтеріліп, суып, бұлттар түзу үшін конденсацияланады. Су тамшылары қосылып, ауыр жаңбыр тамшыларын түзгеннен кейін жауын шашын болып жауады. Жауын шашын табиғи және жасанды құрылымдармен сіңірілуіне қарамастан,
Оның көп бөлігі ақырында өзендер мен көлдерді толтыратын ағын суларды түзеді. Кейбір жер асты сулары өсімдік пен ағаш арқылы атмосфераға қайтар жол табады. Су тамырлар арқылы сіңіріліп, жапырақтар арқылы буланып сыртқа шығады. Бұл процесс транспирация деп аталады. Уақыт өте, бұл су буы конденсацияланып, бұлт түзетте жауын шашын ретінде жерге қайта түседі. Жауын жер астына борпылдақ жыныстар арқылы да жол табады. Жер асты сулары жүздеген метр тереңдікте орналасып, жер асты су қоймаларын түзеді. Су сондай-ақ мұздықтарда мұз ретінде мыңдаған жылдар бойы жинақталады. Өзендер мен көлдердегі мына сулар ақырында қайтадан бастауына мұхитқа оралады. Осы жерден цикл қайтадан басталады. Су айналымының циклы ғаламшарымызда шамамен 8 миллион рет қайталанған. Оқушылар, бейне жазба сіздердің білімдеріңізді толықтырды деп ойлаймын. Оқушылар, енді бекіту тапсырмаларын орындайық. Бірінші тапсырма, су қандай қасиеттерге ие екенін жазыңыздар. Оқушылар, берілген жауапты өздеріңіздің жауаптарыңызбен салыстырыңыздар. Екінші тапсырма, судың ластану көздерін жазыңыздар. Жауаптарыңызды салыстырыңыздар. Үшінші тапсырма, берілген температуралар мен судың агрегаттық күйлерін сәйкестендіріңіздер. Температура -5, +16, 0, 150, -45, 80, -80. Судың агрегаттық күйлері қатты, газ бу және сұйық. Жауаптарыңызды салыстырыңыздар. Бүгінгі сабақты қорытындылайық. Су жерде ең көп таралған зат. Ол сутек пен оттек атомдарынан тұратын қосылыс. Су әмбебап еріткіш және табиғаттағы ең берік зат екенін білдік. Кері байланыс. Бүгінгі тақырыптың сіз үшін қандай маңызы бар деп ойлайсыз? Бүгінгі тақырып бойынша тағы не білгіңіз келеді? Сіз үшін пайдасы бар ма? Сұрақтарға жауап береміз. Үйге тапсырма. Үйлеріңде суды тиімді пайдаланудың 5 мысалдарын келтіріңдер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.